Магистратура тестінде кездесетін бірлескен жұмысқа байланысты есептің түрлері өте көп. Соның мына бір түрін қарастырайық. Арман мен Мұрат ағашты 6 сағатта кеседі, ал Асан мен Үсен олардан 2 есе жылдам кеседі. Барлығы бірігіп ағашты қанша уақытта кесетінін табу керекпіз. Бұл үшін біз мынандай нәрсе жасаймыз. Арман мен Мұратты бірінші топ деп қарайық. Яғни бірінші топ 6 сағатта кеседі. Ал екінші топ Асан мен Үсен олардан 2 есе жылдам. 2 есе жылдам деген сөз, олар 2 есе аз уақыт жұмсайды. Яғни екінші топтың құртатын уақыты 3 сағат. Сонда бірінші топ 6 сағатта, екінші топ 3 сағатта кесетін болса, екеуі біріккен кезде біз бірлескен жұмыстың формуласын қолданамыз. 1 бөлінген x қосу 1 бөлінген y тең 1 бөлінген t. Мына жерде x дегеніміз бірінші топтікі, y дегеніміз екінші топтікі, және t дегеніміз екеуінің бірге жұмсайтын уақыты. Осы жерге орындарына қоя салсаңыз болды. Сонда жазайын 1 бөлінген 6 қосылған 1 бөлінген 3 тең болады 1 бөлінген t-ға. Осы t-ны табу керек. Біз мынаны бөлшекті қосатын кезде ортақ бөлім береміз. 6 мен 3-тің ортақ бөлімі 6-ға тең. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден берем. Сонда 1 бөлінген 6 қосу 2 бөлінген 6 тең болады. Бұл 6 бөлінген 3-ке бөлшекті қысқартамыз. Сонда 1 бөлінген 2, яғни 1 бөлінген t-ға тең. Осы жерде қарап отырсаңыздар, 1 бөлінген 2, 1 бөлінген t-ға тең, пропорция орындайсыздар, t тең 2 сағат. Яғни бұл төртеу біріккен кезде жұмысты 2 сағаттың ішінде аяқтайды екен. Бұл В вариантын белгілейсіздер. Егер де сізге магистратураға жүйелі түрде дайындық керек болса, комментарийға плюс қалдырып кетіңіз.